Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бүгін Play Marketте бір немен түсіндіретін бір приложение бар. Сіздерге ұнауы керек. Өте қызық приложениялардың бірі секілді. Так, достар, қанша қазір достар көрейік. Oppo Sport, яғни қанша шаг жасайтынын есептейтін арнайы бір спортивный шаг, қандай шаг жасайтынын көрсететін өзінің арнайы программа. Қанша шаг жасағанды көрсететін программа. Меніңше осы программа өте керемет сияқты. Установить етейік, достар. Установить етейік. Шагомер счетчик шагов и калорий дейді, достар. Достар, осы программа қай программа жақсы не дейді, достар, қазір көрейікші. Открыть басайық, достар, қанша шаг жасағанымызды көрейік. Қазір женский неме мужской, достар, мужской деген танаңыздар. Мужской таңдадық, далее басайық. 700 килограмм рост. Қазір так 170 емеспін, 160 емеспін мен, 156 сантиметр, яғни 156 сантиметр мен. Так, калорий. Так, 40 киламын, достар, қазір 40 килограмм таңдайық. 40 келіні таңдайық, достар. 40 килограмм. Жоқ, достар, мен үшін калориямды да таңдау керек сияқты. Так, 38-де 5-ті таңдайық онда. Мен жоқ, 40-та 5-ті таңдайым. Мен өлшемде 40-та 5 шыққан боладымын. Қазір начальный шаги. Қанша шаг жүретінді сен защита приложения басайық. Бұл жерде, достар, қанша шаг жүретінді көрсететін болады бұл. Қанша шаг жасайтынды көрсетеді. Қазір мен бір шаг жасап көрейік. 1, 2 шаг, 4 шаги бұл жерде. Так, міне, достар, 4 шаги. Бұл жерде қазір бұл приложение мен көрейік. Қазір қанша шаг жүріп жатырмын. Қазір қарабастар, мен қанша шаг жасап жатқанымды бұл өлшеп те жатқан жоқ. 8 шаг, 9 шаг, 10 шаг, 12, 13, 15 шаг жасадым деп өлшеп жатыр. Бірақ қазір мен 0,3 калория тастаппын, достар. Бұл қалай жүзеге асады, қазір міне қараңызшы. 15 шаг жасап біз қазір 16, 17, 18, 19. Достар, 0,5 калория, 21 шагы. Так, достар, выключить. Қылсақ болады сияқты. В окей. Міне, достар, қанша шаг жүргенімді нететін сияқты меніңше мынаушы. 21 шаг деп атыр. Менде қазір бұны мен удалить қыла салайын, достар. Өте қазір қанша шаг жүргеніңе дейін өлшейді, достар.
бұл программа 3000 шаг жүруге дейін болады екен. Міне қазір қанша километр жүргеніне дейін есептейді екен. Міне достар, осылайша біз қанша шаг жүргенімізді анықтасақ та болады. Міне достар,